Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 3-ші сабақ үй жануарлары, жанды табиғат. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 3-й урок. Домашние животные относятся к живой природе. Перед тем, как начать урок, поддержи мой канал, подпишись и поставь лайк. Жаңа сөздер, новые слова. Выучи новые слова. Қора – загон для животных. Қой – баран. Сиыр – корова. Жылқы – лошадь, конь. Түйе – верблюд, мал, животные. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда, көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып қайтала. Надо послушать текст и дополнить предложение. Вставить вместо многоточий нужные слова. Менің атам ауылда тұрады. Атамның қорасы бар. Қорада сиыр, қой, жылқы, түйе бар. Олар өте ақылды. Екінші тапсырма: суретті сөзге айналдырып жаз. Вставь вместо картинок слова. Әлібектің атасы ауылда тұрады. Атасының қорасы бар. Қорада жылқы, түйе, сиыр, қой бар. Үшінші тапсырма: мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Прочитай текст и ответь на вопросы. Жазда атамның ауылына бардым. Летом я ездил к дедушке в деревню. Атамның қорасында жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі бар. У дедушки в загоне есть лошадь, верблюд, корова, баран и коза. Оларды үй жануарлары немесе мал деп атайды. Их называют домашними животными или же скотом. Мен атама көмектестім. Я помогал дедушке. Малға шөп саламын. Қораны тазаладым. Ложил сено для скота. Чистил загон. А теперь давайте ответим на вопросы. Әлібек жазда қайда барды? Куда ездил Әлібек летом? Әлібек жазда атасының ауылына барды. Атасының қорасында не бар? Атасының қорасында жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі бар. Үй жануарларын тағы қалай атайды? Как еще называют домашних животных? Үй жануарларын мал деп атайды. Әлібек атасына қалай көмектесті? Как помогал Әлібек дедушке? Малға шөп салды, қораны тазалады. Әлібек атасына үй жануарлары қандай табиғатқа жатады? Үй жануарлары жанды табиғатқа жатады. Келесі 4-ші тапсырма: суреттерге қара, көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып оқы. Керекті сөздер, нужные слова. Здесь мы должны с вами дополнить пропущенные слова, используя нужные слова. Например, бұл жылқы, бұл сиыр, бұл түйе и так далее. Есте сақта, кел жаттайық. Это мы должны с вами выучить и запомнить. Я читаю, вы слушаете и вставляете правильное ударение. Жылқы, түйе, сиырлар. Барлығы да ірі мал. Қой мен ешкі ұсақ мал, орта қаты жануар. Есте сақта, атамның қорасы бар. Қорада жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі бар. Оларды үй жануарлары немесе мал деп атайды. Олар жанды табиғатқа жатады. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.